Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі видеода біз өте дәмді сырный шарики дайындаймыз. Сіздермен бірге мен Нұрдана. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Бізге керекті заттар: ірімшік және де 2 дана жұмыртқа. Өте оңай дайындалады, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең керемет, ең дәмді рецепті. Ең бірінші сырды үркіштен өткізіп аламыз. Менде бұл жерде бір сырды қолдандым. Егер сіздер қаласаңыздар, қаншалықты жасағыңыз келеді, соған байланысты салсаңыздар болады. Және де 2 дана жұмыртқаның 2 уысын жақсылап миксерлейміз. Міндетті түрде осындай аппақ болып шығу керек, сонда ғана дәмді болып шығады. Бұдан кейін біздің үркіштен өткізілген сырымызды саламыз. Және де екеуін жақсылап силиконды күрекшемен араластырамыз. Егер сіздер қаласаңыздар, басқа да қасық немесе шаңышқының көмегімен араластырсаңыздар да болады, бірақ силиконды күрекшемен ыңғайлы. Одан кейін барып жақсылап осылай дөңгелектер жасаймыз, яғни шариктер жасаймыз. Бұл шариктер жаңғақтың пішінінен сәл ғана үлкен болуы керек. Және де осыны нанның ұнтағына орнатып пісірсеңіздер болады, сонда әдемі пішінін сақтайды. Немесе арнайы зат болса, оған да орнатуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.